Ерте заманда бір шағын шаруалы адам өмір сүріпті. Оның әйелі 3 баласы болыпты. Балаларының есімі бір-біріне ұқсас екен. Ең үлкен баласының есімі Қапты, ортаншы баласының есімі Бапты, кіші баласының есімі Сақты еді. Қапты, Бапты, Сақты үшеуі өздерінің бақ ағашын күзетіп жүріп, сөйтсе күнде бақтан алма жоғала беретін болыпты. Бір күні алма ағашын күзетуге 3 жігіт келсе, бір құс алманы шоқып жеп жатыр екен. Олар оны шап беріп ұстап алады да, құс зорға талпынып, бір қанатын қалдырып ұшып кетеді. Үшеуі үйіне келіп, әкесіне көрген оқиғаларын баян етеді. Алманы ұрлап жеп жүрген мына құс екен деп, оның жалғыз қанатын әкесіне әкеп береді. Қанат жай ғана емес, алтын қанат болып шығады. Содан әкесі отырып мынаны айтады: егер менің балам болатын болсаңдар, мен сендерге осы құсты ұстап әкелуді тапсырамын. Қайдан тапсаңдар да табыңдар, егер таба алмасаңдар, үйге қайтып келмеңдер. 3 баласы әкесінің айтқанын екі етпей тыңдайды. Ақыры азықтарын алып, ата-аналарымен қоштасып, құсты іздеп табуға жолға шығады. 3 ағайынды жігіт бір жолмен жүріп отырады. Олар қырдағы сайға келіп ақылдасады. Үлкені Қапты былай деп ақыл айтыпты: біз үшеуміз бір жүрсек, еш нәрсе де таба алмаймыз. Одан да әрқайсымыз 3 бағытқа кетейік. Біріміз батысқа, екіншіміз шығысқа, үшіншіміз құбыла жаққа қарай кетелік. Сонда ғана біз ол құсты іздеп таба аламыз. Ағаларының сөзін екеуі қостап, үшеуі 3 жаққа айырылысады. Үлкені батысқа, ортаншысы құбыла жаққа, кішісі шығысқа бағыт алып жүре кетеді. Бірнеше күн өтеді. Сөйтіп, аяқ астынан Қапты мен Бапты бір-біріне жолығысып қалады. Келсе келе екеуі құсты бірігіп іздеуді ұйғарады. Ақыры екеуі қосылып бір бағытқа кетеді. Ал Сақты күн жүріп, түн жүріп, сәске түстің шағында бір 3 айрық жолға түседі. Жолдың бойындағы тақтайшаға қараса, мынандай жазулар жазылған екен: оң қол жақтағы жолға түссе, өзі өлер. Сол жақтағы жолға түссе, аты өлер. Тура жолға түссе, барса келмес. Сақты ойланып, егер өзілерге түссем, өзім өліп атым артымда қалады, онда не болады? Ал барса келмеске түссем, барсам келмеймін, елімді, ата-анамды көре алмайым, бұл да дұрыс емес. Егер ат өлерге түссем, көп болса атым өліп жаяу қалармын деп ойланыпты. Сол ақылмен Сақты ат өлерге түсіп жүріп кетеді. Біраз жүргеннен кейін бір сайға келеді. Алдынан сұр қасқыр шығады. Ол Сақтыны бас салып құлатып, астындағы атын жарып өлтіреді. Әбден тойғанынша етінен жеп өз жайына кетеді. Сақты жаяу қалған соң қамығып жылайды. Сонда да кейін қайтпай алға қарай жүре береді. Біраз жер жаяу жүрген соң одан әрі қайда барарын білмей тұрып қалады. Кенет Сақтыға манағы қасқыр қайтып келіп адамша сөйлеп жөн сұрайды. Сақты алыс сапарға бара жатқанын, жолда атсыз қалғанын, енді қайда барарын білмей қиналып қалғанын айтады. Қасқыр: мен саған обал жасадым. Алыс сапарға бара жатқаныңды білмедім. Енді сен менің арқама мін, адастырмай керегіңді тауып берейін дейді. Сақты қасқырға таңдана қарап қалады. Мен саған енді қастық қылмайым, мен арқама дейді қасқыр. Олар күн жүріп, түн жүріп, бір ауылдың жанындағы терең сайға келеді. Қасқыр Сақтыны арқасынан түсіріп былай дейді: анау тұрған биік ақ үйге барып, ішке кір. Үйдің қабырғасы безендірілген әдемі болады. Бірақ сен оны қызығып сипап қойма. Үйге кірген соң, оң жағыңа қарасаң, бұрышта қонақтап отырған құсты көресің. Оны ал да кешікпей тысқа шық. Дереу маған кел. Сені осы сайда күтіп тұрам. Сақты ауылға барып, ақ үйге кіреді. Кірсе, оң жақ бұрышта бір құс қонақтап отыр. Құсты алайын деп бара жатып қызығып, қабырғаны сипап қояды. Осы кезде құстың қаңқ ете қалған дауысы шығады. Жан жақтан күзетшілер тұра жүгіріп, Сақтыны ұстап алады. Сен мұнда не үшін келдің? Деп сұрайды олар. Мені әкем осы алтын құсты алып кел деп жіберген еді, дейді Сақты. Сонда күзетшілер: сен біздің айтқанымызды орындасаң, саған құсты берейік депті. Орындайын, не тапсырасыңдар деп Сақты елең ете қалады. Күзетшілер тұрып: жүре берсең, Қарақан деген терең сайдың жағасында күмбездеп соққан бір сарай кездеседі. Сол сарайдың ішінде жалы күміс, құйрығы алтын, байлаулы тұрған бір айғыр бар. Соны бізге әкеліп берсең, құсты сенің қолыңа тапсырамыз дейді. Сақты далаға жүгіріп шығып, қасқырға келеді де болған оқиғаны баяндайды. Ол Сақтыны үстіне мінгізіп алып, айғыры бар үй қайдасың деп жортып жүріп кетеді. Күн
түн жүріп бұлар Қарақан сайына да келеді. Екеуі отырып дем алады. Қасқыр тағы да Сақтыға ақыл қосып, айғырды қалай әкелу керектігін айтады. Осыдан барып күмбезді сарайға кіресің. Содан қарсы алдыңда байлаулы тұрған айғырды көресің. Бірақ жан жағыңа бұрылма, еш нәрсеге ұрынба. Айғырды шешіп ал да, кірген ізіңмен кейін қайт. Сақты айғырды әкелуге сарайға бет алып жүріп кетеді. Күмбезді сарайға жетіп, есігін ашып ішіне кіреді. Кірсе, алдында байлаулы тұрған күміс жалды, алтын құйрықты айғырды көреді. Жан жағына қарап, әсемдеп сырланған қабырғаға қызығып, тағы да сипап қояды. Сол заматта қоңырау шылдыр ете түседі, күзетшілер келіп Сақтыны ұстап алады. Сен неғып жүрген жансың деп жан жағынан сұрақ қойып қинай бастайды. Сонда Сақты: мені мұнда алтын құсы бар үйдің күзетшілері жұмсады. Осы атта келсең, алтын құсты береміз деді, деп шынын айтады. Күзетшілер: көк дарияның жағасында, көкше таудың арасында таумен таласқан сыртын алтын және күміспен жалатқан үлкен бір үй бар. Осы үйдің төбесіндегі биік күмбезде бір сұлу қыз отырады. Егер сол қызды бізге әкеліп берсең, айғырды саған береміз депті. Сақты күзетшілердің айтқан сөзін тыңдап алып, күтіп тұрған жолдасы Қасқырға келеді. Оған бар көргенін түсіндіреді. Қасқыр ашуланып: айтқан тілді алмайсың. Жарайды, кел, арқама отыр деп қызды іздеп жүріп кетеді. Күні-түні жортып, көк дарияның жағасына, көкше таудың арасына келіп жетеді. Қасқыр Сақтыға: сен мені осы жерде тау етегінде күтіп тұр. Бұл жолы мен өзім барам. Сені 2 рет жұмсадым, бірақ ештеңе бітірмедің, деп қызды әкелуге Қасқырдың өзі кетеді. Қасқыр көк дарияның жағасындағы, көкше таудың арасындағы таумен таласқан, сыртын алтын және күміспен жалатқан үлкен үйге жетеді. Үйдің төбесіндегі биік күмбезге көтеріледі. Қыз ұйықтап жатыр екен. Қасқыр еш нәрсе сездіртпестен сұлуды сандығымен көтеріп, жерге түсіп Сақтыға келеді. Жүр, кетеміз. Арқама отыр дейді Қасқыр. Ол қызды бар затымен және Сақтыны қосып арқалап, манағы ат беретін сарайға келеді. Сақтының қызды қимай тұрғанын көріп: мен қазір қызға айналам. Сен мені қыз етіп ертіп алып бар да, мені тапсыр дейді Қасқыр Сақтыға. Ол мақұл деп келісіп, ат берер жерге келеді. Қасқыр жолда келе жатып Сақтыға: егер тойға қатыс, қонақ бол десе отырма. Атты ал да мені тастап жүре бер. Өзім сені қуып жетем деп ақыл айтыпты. Сонымен манағы күзетшілерге келіп, қызды беріп, атты алып өзінің жолдас қызының қасына келеді. Келіп амандасып, жөн сұрасып, танысып, қызға ғашық болады. Екеуі алға қарай бет алып, біраз жол жүрген соң Қасқырды күтіп отырады. Той басталып, күзетшілер қызған шамада қыз бұрынғы Қасқыр бейнесіне еніп тұра қашады. Артынан қуған адамды алып ұрып, бел-белестен асады. Салып отырып Сақтыға жетіп келеді. Кеттік деп атқа сандық тартып, екеуін мінгізеді. Ақыры адаспай құс алатын сайға келеді. Сақтының атты да қимай тұрғанын көріп, ол тағы да: мен қазір айғыр болам. Мені мініп бар да, тапсыр, құсты ал. Өзің кейін қайтта мені күт деп. Сақты айғыр атқа айналған Қасқырды апарып, тапсырып, өзі құсты алып қыздың жанына келеді. Екеуі Қасқырды күтіп отырады. Біраздан кейін Қасқыр жүгенін сыпырып, сездірместен сытылып, сарайдан шығып қыз бен Сақтыға жетеді. Олар біраз жер жүрген соң былай дейді: мен енді артта қалам. Егер сен менің айтқан сөзімді тыңдасаң, үйіңе аман есен барасың. Сақты жарайды деп Қасқырдың сөзін қабыл алады. Досы сөзін әрмен қарай жалғастырып: саған жолда төнер 2 қауіп қатер бар. Содан өтсең, аман жеткенің дейді. Оның біреуі мынау: күн сондай ыссы болады. Шөлдеп келе жатқан кезіңде алдыңдан бір өзен шығады. Өзен суынан ішкің келер, бірақ шыда, ішпе. Одан өтіп бірнеше күн жол жүресің. Шөлің басылып, енді ұйықтағың келеді. Сол кезде түбі көк шөп, үлкен бір бәйтерекке кездесесің. Бірақ сол теректің түбіне жатып ұйықтама. Ұйықтасаң аман болмайсың. Міне, осы 2 қатерден өтсең, менің айтқанымдай үйіңе аман сау ораласың деп сөзін аяқтапты. Сонымен Қасқыр қош айтысып, жігітті жолға салып, өз жайына кете барады. Сақты ғашығы мен затын атқа өңгеріп алып жүріп кетеді. Күн жүреді, түн жүреді, ауа райы сондай ыссы болып, қатты шөлдейді. Суды қайдан табамыз деп келе жатқанда алдарынан өзен шығады. Сақты атын суарып,
сол судан өзі де ішкісі келеді. Бірақ қыз сақтыға бұл судан ішкізбейді. Сөйтіп олар өзеннен аман сау өтеді. Енді шөлдері басылып, шаршап, ұйықтағылары келеді. Болдырып әзер келе жатқанда бір үлкен бәйтерекке кез болады. Сақта ағаштың түбіне жатып дем алғысы келеді. Қыз бұған да ерік бермейді. Бірақ сақты оның сөзіне құлақ аспай, бәйтеректің түбіне келіп, атын тұсап ұйқыға кетеді. Сонан біраз уақыт өтеді. Кенет сақтының көздері шым ете қалады. Шошып оянса, екі көзі жоқ, үңірейген орны тұр. Айналасын сипаса, қасындағы ғашығы ғайып болған. Осылайша сақты барынан айырылып, су қараңғы соқыр болып қалады. Содан барар жер, басар тау таба алмайды. Біраздан кейін баяғы қасқыр досы пайда болып: «Менің айтқан тілімді алмап едің, енді міне, көзіңнен айырылдың», деп ренжиді. Қасқыр бір уыс топырақ алып, сақтының көзінің орнына уқалап сүртіп, жанарын қалпына келтіреді. Сақты болған оқиғаны қасқырға түгел айтып түсіндіреді. Қасқыр: «Ғашығыңды, құсыңды, атыңды, затыңды қазір табамыз. Осының бәрін істеген мыстан кемпір. Кел, арқама мін», деп оны отырғызады. Екеуі мыстан кемпірді іздеп жортып жүріп кетеді. Қырқадан, белден, асудан, таулы орман сулардан асып, талай жерді басып, бір қосқа кіріп келеді. Сақтының көзін ойған мыстан кемпір төсек үстінде іс тігіп отыр екен. Қасқыр тап беріп: «Қазір сені жеймін, жаныңның барында айт. Қыз, ат, зат қайда? Тап оларды», деп кемпірдің жағасынан ала түседі. Мыстан қорқып кетеді. Бойын билей алмай, жаны мұрнының ұшына келген ол: айтайын, тек жанымды қалдыр, деп жалынады да бар шындықты жайып салады. Заттарың түгел менің баламның қолында. Оны Заңғар өзенінің жағасындағы қалың қамыс арасынан табасың, дейді. Бұлар бәрін біліп алған соң, кемпірді отқа лақтырып, оның баласын іздеп жүріп кетеді. Бірнеше күн жүріп, Заңғар өзенінің жағасына келіп жетеді. Алдарында аспанмен таласқан тамаша бір үй тұрады. Екеуі үйге кіріп келсе, қыз үйде отыр екен. Қасқыр мен сақтыны көрген ол қатты қуанып, алдарынан шығып қарсы алады. Екеуі қыздан: «Мыстан кемпірдің баласы қайда?» деп сұрайды. Қыз: «Шешесін өлтіргендеріңді сезіп, жұмыртқаға айналып кетті. Анау қамыс арасындағы ұяға кіріп, алтын құстың астына жасырынып жатып қалды», дейді. Қасқыр мен сақты қамыс арасынан ұяны тауып алады. Алтын құстың астын қараса, бір үлкен жұмыртқа жатыр екен. Сақты оны қолына алып, әрлі-берлі шайқай бастайды. Мыстанның баласы: «Өлтіре көрме, ағатай, құлың болайын», деп жалынады. «Босқа жалынба, жауыз жандарға еш қайрым жоқ», деп қасқыр жұмыртқаны алысқа лақтырып жібереді. Содан соң қызды, құсты, атты, затты түгел алады. Қасқыр сақтыны адаспайтындай етіп жолға салып: «Енді осы жолмен тіке жүрсең еліңе барасың, атанаңды табасың», деп қош айтысып кетпек болады. Сонда сақты: «Сен маған үлкен қайырымдылық жасадың, адасқанда жолға салдың, еліме аман есен жетуіме көмектестің. Жүр, менімен қонақ боласың, үйден не қаласаң соны аласың», деп қасқырды жібермейді. Бірақ қасқыр көнбей: «Қонақ болмайым, саған да көп рахмет. Сен маған ренжіме, әуел баста атыңнан аударып өзіңді жаяу қалдырдым. Сондықтан бір істеген зұлымдығымды міне бірнеше рет жақсылықпен жойып отыруға тура келді», деп сөзін аяқтайды да: «Егерде басыңа қиындық іс түссе, қажеті болады. Керек уақытыңда осының бір қылын тұтатсаң, мен саған жетіп келемін», деп жүненен жұлып береді. Сонымен қош айтысып, сақты еліне жүреді. Қасқыр да өз жайына кетеді. Атанасы баласының келгеніне қуанып, жұртын жинап, әкелген қызына үйлендіреді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Күндердің бір күні сақты аңға шығады. Далада аң аулап, құс атып жүріп, кештің қалай батқанын да білмей қалады. Қараңғыда адасып, жол таба алмай жүрген шағында бір мыстан кемпір тап бола кетіп: «Іздегенім сен едің. Сіңілімді баласымен өлтіріп кеттің. Мен де қазір саған көрсетермін қорлықты», деп тісін қайрап сақылдатып сақтыға
тұра ұмтылады. Сасқалақтаған Сақты атына қамшы басып кейін қарай тұра шабады. Ол артына қараса, мыстан жетіп қалыпты. Сақты не істерін білмей, сасып, етек жеңін басып, ақылынан адасып, қайтадан есін жинайды. Төс қалтасынан қасқырдың жөнін алып тұтатады. Төтінін бұрқыратып, қолына ұстап, алға қарай әрі басты, бірер қырдасты. Астындағы ат болдырып, не істерін білмей тұрғанда, қасына таныс қасқырдың жетіп келгенін көре қалады. Оны көріп, Сақты қатты қуанады. Қасқыр мен Сақты амандасып болған шамада, тісін шақыр-шұқыр қайрап, мыстан кемпір де келіп қалады. Жанымды көзіме келтіріп, мені қысқан осы бәле. Қарасын өшір достым деп, Сақты қасқыр қайғайлайды. Қасқыр мыстанға тап беріп өлтіріп, оны ажалдан аман алып қалыпты. Содан Сақты қасқырға көп алғыс айтып, үйіне қонаққа шақырыпты. Қасқыр қонаққа бармай қош айтысып, басыңа қиындық іс түскенде, әр уақытта әзірмін деп өз жайына кетіпті. Сақты осылайша ажалдан құтылып, аман сау еліне жетіпті. Үйіне келсе, әйелі ұл туыпты. Сақтының сәбиіне көңілі толып, бағыма тап болған бақытым деп есімін бақыт қойыпты. Сүйгенімен өмірінің қалған күнін бақ дәулеті басында, ұлы қасында болып, шат-шадыман күлкімен өткізіпті. Күндер, жылдар өтіп, қартайған Сақты сақтылығының арқасында жау қолынан өлмей, жасы жетіп дүниеден өтіпті. Ал екі ағасынан ешбір хабар болмапты. Мүмкін, інілерін қиын қыстау кезде тастап кеткендер үшін жолдары болмай, ит пен құсқа жем болғанда шығар.